сіздермен, құрметті оқушылар. Менің табиғаттағы орным атты тақырыбындағы пікірталас онлайн викторинаға қош келдіңіздер. Біздің іс-шарамыз «Біз болашаққа жауаптымыз» атты экологиялық білім беру апталығына арналып ұйымдастырылып жатыр. Іс-шарамыздың мақсаты адамның табиғатпен байланысы туралы негізгі түсінікті қалыптастыру, экологиялық мәдениетті және экологиялық жауапкершілікті қалыптастыру. Оқушылар, жер ғаламшары біздің ортақ үйіміз екеніне келісесіздер ме? Иә, келісемін. Адамдардан басқа қандай тірі ағзалар жер ғаламшарын мекен еткен? Жануарлар, Өсімдіктер. Бактериялар, саңырауқұлақтар, иә, дұрыс айтасыздар. Өте дұрыс. Оқушылар, 22 сәуір халықаралық жер күні аталып өтеді. Жер ғаламшары біздің ортақ үйіміз болып табылады. Қазір мен сіздермен жер ғаламшары туралы әртүрлі қызықты ақпараттармен бөліскелі отырмын. Сіздер білесіздер ме, жердің жасы 4,5 миллиард жылды құрайтынын білесіздер ме, оқушылар? Жоқ. Біз жаратылыстану сабағынан өткен болатынбыз, иә. Жердің ең биік шыңы Эверест екенін білесіздер, ал ең терең нүктесі Мариан шұңғымасы. Жер тарихында 106 миллиардқа жуық адам өмір сүрген. Қазіргі кезде неше миллиард адам өмір сүріп жатыр жер ғаламшарында? 8 миллиард. Жалпы жер тарихында 106 миллиардқа жуық адам өмір сүрген екен, оқушылар. Жыл сайын жердегі құрлықтар 2 сантиметрге жылжып отырады екен. Ал жердің ең дұрыс топографиялық картасы тек 2009 жылы ғана жасалған екен. Күннің сәулесі жерге жеткенше 500 секунд өтеді екен. Негізінде бір тәулікте, оқушылар, 24 сағат емес, жер өз өсінен 23 сағат, 56 минут және 4 секундта айналады екен. Шын мәнінде жер домалақ шар тәрізді емес, ол қысылған сфероид немесе геоид тәрізді екен. Мінекей, оқушылар, сіздермен осындай қосымша ақпараттармен бөлістім. Жалпы, мына сөздерге қарап отырсаңыздар, бізді қоршаған орта, жан-жануарлар мен өсімдіктер, ай мен күн, алыстағы жұлдыздар, осылардың барлығы да табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Сондықтан халқымыз жер ана деген егіз ұғым қалыптасқан халқымызда. Жерді өз анасындай, анасын күндей қастерлеу, ата қостаған салтымыз болып табылады. Жер шоқтығы Көкшетау, жер жанаты Жетісу деп бабаларымыз туған жерге, табиғатқа деген ыстық махаббатын білдірген. Сондықтан орман тоғайларды сақтап, қоршаған ортаның, өзен мен көлдердің ластанбауына ерекше мән берген. Су ішкен құдығына түкірме, бұлақ көрсең көзін аш деп жас ұрпақтың бойына табиғатты қорғаудың тәрбиесін сіңірген. Табиғатсыз адам, адамсыз табиғат өмір сүру мүмкін емес. Табиғат пен адам қатар ұғым болып табылады. Себебі адам өз керектісін, қажеттісін табиғаттан табиғи күйінде немесе өндіріп алады. Адам табиғаттың бір бөлшегі болып табылады. Табиғатты қорғау, табиғатты сақтау, болашақ жастар сіздердің қолдарыңызда екенін ұмытпаған жөн екен. Енді, оқушылар, менің табиғаттағы орным тақырыбындағы іс-шарамыз онлайн викторина ретінде өтетін болады. Викторина туған еліңізді жақсы білесіз бе? Жұмбақтар сайысы, жануарлар біздің досымыз атты 3 категориядан тұрады. Сұрақтардың күрделігі 200-ден 800-ге дейін артып отырады. Сәйкесінше жинаған балдарыңыз соған байланысты болады. Онлайн викторинаға Мөлдір бұлақ және Сұңқар тобы қатысады. Мөлдір бұлақ тобының капитаны Асхат Бауыржан, ал Сұңқар тобының капитаны Оспанова Шамсибану болып тағайындалды. Викторинаны бастамас бұрын топтар өздерінің ұрандарымен таныстырса. Бірінші, Мөлдір бұлақ тобының ұраны. Сізді тыңдап тұрмыз. Мөлдір бұлақ тобымыз, табиғатты қорғауды біздің болар ойымыз. Керемет. Келесі, Сұңқар тобының
Капитаны Оспанова Шамсибану, ұраныңызды айтсаңыз. Табиғатым тамаша, көз тоймайды қараса, табиғатта аялап, жүрекші жараса. Өте керемет, жарайсыздар оқушылар. Олай болатын болса, экологиялық викторинамызды ашық деп жариялаймыз. Ол үшін ойын шартын есімізге түсірейік. Бірінші, қойылған сұрақты дұрыстап тыңдап алу керек. Бір-бірлеріне кедергі жасамайсыздар. Тапсырманы аяғына дейін дұрыс орындау керек. Бір топ жауап беріп жатқан кезде шуламай, екінші топ тыңдау қажет. Енді мінекей қарап отырсаңыздар, сіздер категорияларды көріп отырсыздар. Туған еліңізді жақсы білесіз бе? Жұмбақтар сайысы, жануарлар біздің досымыз деп аталатын 3 категорияны көріп отырсыздар. Кез келген 200-ден бастап 800-ге дейінгі жаңағы бал аралығын таңдайсыздар да, жаңағы күрделілігіне байланысты өзгеріп отырады. Кез келген категориядағы кез келген балды таңдауларыңызға мүмкіндік беремін. Ал мен болсам әділ қазы боламын. Кәнекей, бірінші топ мөлдір бұлақ тобы бастасын. Туған еліңізді жақсы білесіз бе? Категориясы бойынша 200-ді таңдап отырсыз. Мінекей сұрақты қараңыздар. Екінші топтың оқушылар жауап бермейді, тек қана бірінші топ қана жауап береді. Қазақстан Республикасы қай материкте орналасқан? Өте оңай сұрақ. Евразия. Бірінші топ жауап берді ма? Абдрахман Аслан Еуразия материгінде деп жауап берді. Бірінші топтан енді жауабын білуіміз қажет. Дұрыс айтасыз. Дұрыс жауап Еуразия материгінде 200 балл сіздерге саналады. Кәнекей оқып жіберейік, я? Еуразия бұл ең үлкен материк. Біздің отанымыз Қазақстан Республикасы осы материкте орналасқан. Еуразия материгінің ауданы 54,7 миллион километр квадратты құрайды. Халқы 5 миллиардтан астам 2016 жылғы ақпарат бойынша. Бұл әлем халқының 70%-дан астамын құрайды. Ең үлкен көлі Каспий. Ең терең көлі Байкал, ең биік тауы Гималай, ең биік нүктесі Эверест Джомолунгма тауы. Жер бетіндегі ең ылғалды жер Үндістан, Черрапунчи қаласында жылына 12 мың миллиметр жауын-шашын түседі. Еуразияның жануарлар әлемі өте ерекше болып табылады. Өте керемет, мөлдір бұлақ 200 балды жинақтады. Келесі тақырып таңдауға ораламыз. Екінші топ, сұңқар тобы, категория және балды таңдайсыздар. Жануарлар біздің досымыз, ал балын 200. 200. 200-ді таңдадыңыздар, өте жақсы. Кәнекей. Жануарлар біздің досымыз категориясы сұрақтар. Сіздерге айта кетейін, жануарлар біздің досымызда 3 сұрақ қойылады. 3 сұрақтың 3-еуіне де жауап берсеңіздер 200 балл. Егерде бір сұрағына ғана жауап берсеңіздер, балл есептелінбейді. 2 немесе 3 сұрағына жауап берілсе, балл есептелінетін болады. Сұрақтар: ең кішкентай құсты атайсыздар. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ: адам ең бірінші қандай жануарды қолға үйретті? Және де ең биік қай жануар? Ең кішкентай құс колибри. Жақсы. Қабылдадым жауабыңызды. Келесі. Ең бірінші қандай жануарды қолға үйретті деп ойлайсыздар? Жылқы. Бұл жауаптарыңыз нақты ма? Алишер? Жақсы, қабылдадым. Келесі, ең биік жануар? Жираф. Дұрыс. Жақсы, жауаптарыңызды қабылдадым. Сіздер 3 сұрақтың 2-еуіне дұрыс жауап бердіңіздер. Дұрыс жауаптар: бірінші колибри, екінші сұрақ итті, адамдар алғаш итті бірінші қолға үйреткен екен, және де үшінші жауаптарыңыз керік. Жираф дедіңіздер, дұрыс қабылдадыңыздар. Бірақ оқушылар 200 балл болып қабылданды оқушылар. 200 балл болып қабылданды. Ештеңе етпейді. Себебі мен сіздерге жаңағын айттым, 2 немесе 3 сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, 200 балл қабылданады деп. Келесі тақырып таңдауға оралайық. Мөлдір бұлақ тобы. Қайсыны таңдайсыздар? 800. Жақсы. 800. Бірінші категория. Туған еліңізді жақсы білесіз бе? Сұрақ: өзінің тарих атты еңбегінде Каспий теңізін тұйық бассейн деп, ал Каспий теңізінен шығысқа қарайғы жерін ұшы қиырсыз жазық деп жазған ғалым кім? Геродот. Айсұлудың жауабын қабылдадым. Бірінші топтағы жауабын білейік. Дұрыс айтасыз, Айсұлу.
Жауабыңыз дұрыс болды, Геродот. Сіздерге 800 балл есептелінеді, мен қосып отырмын. Грекияда біздің заманымызға дейін 5 ғасырда ұлы ғалым Геродот өмір сүрді. Ол көптеген ғылымның негізін салушы болып есептелінеді. Халықтардың тарихы мен өмірін сипаттаған саяхатшы көп жерде болған екен. Мысырда саяхаттап жүріп, ол Ніл өзенінің ағысымен жоғары көтерілген. Сөйтіп, тіпті дана Мысыр абыздары білмеген жерлерді зерттеген. Геродоттың тарих атты еңбегінде еңбегі жалпы құнды дерек көз болып табылады. Онда Қазақстан аумағында өмір сүрген тайпалар аталады. Каспий теңізін тұйық бассейн деп, ал Каспий теңізінен шығысқа қарайғы жерді ұшы-қиырсыз жазық деп атаған. Керемет! Айсұлу жауап берді бірінші топтан, мөлдір бұлақ. Келесі тақырып таңдауға ораламыз. Келесі топ сұңқар тобы. Қай категория және қай балды таңдайсыздар? Екінші категория 800. 800 таңдайсыздар ма? 800 болсын. Жақсы, көреміз. Мінекей, жұмбақ мынандай. Көтеріліп теңізден аспанға биік барамын. Биіктен қайта түскенде өні кірер даланың. Нақты жауаптарыңызды айтыңыздар. Жұмбыр. Кім жауап берді бұл жауапты? Қабылдайын. Жақсы. Назерке ма? Мадияр? Жақсы, қабылдайын жауаптарыңызды. Жауабымызды білейік. Дұрыс жауап жаңбыр. Әрине жаңбыр, оқушылар, я. Ол бұлттан бөлініп, жерге түсетін атмосфералық сұйық тамшыларының жиынтық атауы. Жаңа ғана біз айтқандай, ол теңіздерден көтеріліп, қайтадан жерге түседі деп жұмбақта қойылды, я. Тамшылардың жалпы диаметрі 0,5-7 миллиметрге дейін болады. Тропосфераның жоғарғы қабатында қалыптасқан қар, мұз түйіршіктері оның жер бетіне жақын қабатынан өткенде еріп, жаңбыр тамшыларына айналады. Кейде жаңбыр бұлт арасындағы тым ұсақ тамшылардың бір-бірімен қосылуынан пайда болады. Жақсы, сіздерге 800-ді қостым. Келесі тақырыпты таңдауға мөлдір бұлақ тобына кезекті береміз. Үшінші категория 600. Үшінші категория. Жақсы, жануарлар біздің досымыз. Әлемдегі ең ауыр жыланды атаңыздар. Әлемдегі ең жылдам ұшатын бунақ денелер. Және де үлкен акула ауыр ма, әлде піл ауыр ма? Осыған жауап бересіздер. Апай, бірінші сұрақ анаконда. Жақсы, Мадияр. Сіздің жауабыңызды қабылдадым. Апай, біз ойлаймыз, үшінші сұрақта піл болады. Екіншісінде кім? Инеліктер дейсіз бе? Жауабыңызды қабылдайын ба? Нақты осы жауап. Апай, екінші шыбын. Жақсы, жауабын білейік, нақтылайық. Сонымен Айсұлудың жауабын қабылдаймыз ба, әлде Мадиярдың жауабын қабылдаймыз ба? Бұны шешетін капитан. Инелік дейді, немесе шыбын дейді. Капитаны Асхат Бауыржан. Мадиярдікі дұрыс. Жақсы, жауаптарыңызды қабылдадым. Дұрыс жауаптар: анаконда, инеліктер және киттік акула. Яғни акула пілден ауыр екен. Және де екіншісі инелік деген, ол Айсұлудың жауабы дұрыс болды. Асхат Бауыржан бұл жерде сәл кішкене қателесіп кетті. Яғни Мадиярдың жауабын таңдады. Анаконда деген жауаптарыңыз дұрыс болды. Сіздердің 600 деген балдарыңыз есептелінбейді. 0 болып қалды. Келесі Сұңқар тобы таңдаңыздар. Жануарлар біздің досымыз 800 балл. Жақсы, жануарлар біздің досымыз 800 балл. Кәнекей, қараңыздар. Австралиялық, жабайы австралиялық ит. Ең терісі қалың жануар. Артқы аяғымен алға жүгіретін жануарды атаңыздар. Ең қалың терісімен ол кит болады. Жақсы, қабылдайым жауабыңызды. Қалыңдығы. Бірінші сұрақ. Апай, біріншісінде динго болады. Қабылдадым. Сәтті сіздер ақылдасыздар. Ал енді артқы аяғымен алға жүгіретін жануар. Ол қандай жануар? Кенгуру. Кенгуру ол секіреді. Оларға құстар жата ма? Мысық болады. Түсінбедім. Терік. Апай, екінші сұрақта мүйіз тұмсық болуы мүмкін. Апай, жануарларға құс жата ма? Әрине құстар жатады. Пингвин.
Жақсы, жауабын білейік. Жауабын қараңыздар, оқушылар. Динго деген дұрыс болды. Қоян бірінші, я, артқы аяғы қозғалып жатыр, көрсеңіздер. Я, қоян болды. Ал екіншісі ол су сиыр. Бегемот. Мүйіз тұмсық деп айтыңыздар. Мүйіз тұмсық немесе кекетіңіздер. Сол үшін сіздердің жауаптарыңыз да 800 балл оқушылар өкінішке орай есептелінбейді. Бірінші топ, мөлдір бұлақ тобы. Екінші категория 400. Жақсы, жұмбақтар сайысы. Қараңғыда жымыңдайды жанады, жарық түссе бірден сөніп қалады. Менің ойымша жұлдыз. Жақсы, жауаптарыңызды қабылдадым. Айсұлу. Дұрыс жауап жұлдыз, әрине. Жұлдыз қой, оқушылар. Қараңғыда жарқырайды дедік, иә? Бұл бізде 400 балл сіздерге есептелінеді. Жұлдыз, кейде тұрақты жұлдыз, иә? Стелла немесе аструм, астрономиядағы белгісін көріп отырсыздар. Массасы ол өте ерекше ауыр. Өзегіндегі термоядролық реакциялар арқылы айналасында тұрақты жарық шығаратын плазмалық газ және плазма күйдегі аспан денесі болып табылады. Жұлдыздарды арнаулы түрде жұлдыз астрономиясы ғылымы зерттейді екен. Жақсы, керемет, балдарыңыз саналды. Екінші топ, сұңқар тобы. Жұмбақтар 600 апай. Ой, 600 апай. 600. Жаңбыр жауып басылды. Аспан шайдай ашылды. Қызыл, сары, жасылды. Кемпір-қосақ. Жауаптарыңызды қабылдадым. Әрине жауаптарыңыз дұрыс. Я, 600 балл есептелінді. Кемпір-қосақ, кемпір-қосақта 7 түс бар екенін білесіздер. Қызыл, сарғылт, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін, ол аспан күмбезінде. Жаңбырдан кейін болатын құбылыс, аспан күмбезінде түрлі түсті доға түрінде көрінетін атмосферадағы оптикалық құбылыс. Ол аспанның бір жағында торланған бұлттан жаңбыр жауып, қарсы жағында жарқырап күн шығып тұрған кезде көрінеді. Келесі, мөлдір бұлақ тобы, таңдаңыздар. Көріп отырғандарыңыздай сарыны ғана таңдайсыздар. 400, 600, 200 және 400. Аз қалды өте. Апай, жұмбақтар сайысы екінші категория 200-ді таңдаймыз. Жақсы, көзге ілінбейді, жұтсам білінбейді. Ауа. Дұрыс жауаптарыңыз ауа. Жұмбақтар сайысындағы 200 балл сіздерге есептелінеді. Ауаның қандай қасиеттері бар екен, қараңыздаршы. Ауа түссіз, иіссіз, Отты жаңғызады, Түні жоқ, дәмсіз, сақтайды, сесейді, Сақтайды. жақсы, серпімді, сығылады дейді, Өте керемет. Келесі тақырыпты таңдауға екінші топ, сұңқар тобы. Бірінші категория 400 болсын. Жақсы. Бірінші категория 400. Негізгі тақырыбы болашақтың энергиясы болып табылатын Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрме қай қалада өтті? Нұр-Сұлтан. Мінекей, Нұр-Сұлтан қаласында. Дұрыс жауаптарыңыз сіздерге 400 балл есептелінеді. Әрине, болашақтың энергиясы ұранымен өткізілген халықаралық көрме балама энергияның көздерін табуға негізделеді, Көрменің логотипі Экспо 2017 осыны бейнелейді. Қарап отырсаңыздар, көрме 2017 жылдың 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында өтті. Көрмеге 100-ге жуық ел мен 10 халықаралық ұйым қатысқан екен, оқушылар. Біле жүріңіздер. Келесі тақырыпқа таңдауға оралайық. Мөлдір бұлақ тобы. Үшінші қатар 400. Жануарлар біздің досымыз. 400 сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. Ең үлкен қандай құс, ең жүйрік қандай аң, және құрлықтағы ең ірі жануар. Үлкен құс страус. Гепард. Жақсы, жауаптарыңызды қабылдадым. Бұны аңсар жауап беріп отыр, Ең жануар. Ол піл. Жақсы, аңсар жауабыңызды қабылдадым. Өте дұрыс жауап бердіңіздер, оқушылар.
Африка түйеқұсы, жай ғана түйеқұс деп жауап бердіңіздер, жақсы. Екінші, ол жүйрік жануар, ол қабылан, яғни гепард болды. Және үшінші, ол піл болды. Бұл 400 балдарыңыз сіздердікі саналды. Тақырып таңдауға оралайық. Ең соңғы қалды, 600 туған еліңізді жақсы білесіз бе деген. Кәнекей, екінші топ дайынсыздар ма? Иә. Таңдаймыз. 1978 жылдан бастап қай теңіздің деңгейі 2 метрден астам көтерілді? Каспий. Кім жауап берді? Жауап бермедік қой. Каспий. Кім жауап берді? Жаңа ғана? Ол біздікі. Мен Мади. Мадияр? Мұратұлы Мадияр жауап берді ма? Мади? Шоланбаев Мади жауап берді ма? Жақсы, жауабыңызды қабылдаймыз ба? Ау? Біз Мади екен жоқ. Мади екен. Бекзатпен екеуміз. Мади мен Бекзат жауап берді. Жақсы, сіздердің жауаптарыңызды қабылдадым. Жауаптарыңызды білейік. Каспий теңізінен әрине, оқушылар. Сіздер егер де ол тақырыпты оқитын болсаңыздар, 1978 жылдан бастап Каспий теңізінің деңгейі 2 метрден астам көтерілген еді. Соңғы кездері Каспий теңізі мұнай мен газ өндірудің басты аймағы болып табылады. Судың көтерілу әсерінен Каспий аймағы экологиялық апат аймағына айналды. Я? Жақсы, оқушылар, бүкіл сұрақтар бітті. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай бәрекелді, барлықтарыңыз өте белсенді қатыстыңыздар. Ал енді мен қай топ жеңімпазы атанғанын білу үшін балдарды есептеуім қажет. Мен әділ қазы ретінде өз шешімімді 2-3 минут қабылдаймын. Маған уақыт беріңіздер, ал сіздер сол уақытта табиғат біздің ортақ үйіміз атты бейнероликті тамашалаңыздар. Оқушылар, уақытты созбайық. Мен есептедім сіздердің балдарыңызды. Дайынсыздар ма? Бірінші дәрежелі дипломмен 26-30 сәуір аралығында біз болашаққа жауаптымыз экологиялық білім беру апталығы аясында өткен менің табиғаттағы орным атты пікірталасқа белсенділік танытып, ұжымдық жұмыс көрсете білгені үшін 5-ші В сынып оқушыларының Сұңқар тобы марапатталады. Құттықтаймыз.
Екінші дәрежелі дипломмен 2021 жылдың 26-30 сәуір аралығында біз болашаққа жауаптымыз экологиялық білім беру апталығы аясында өткен менің табиғаттағы орным атты пікірталасқа белсенділік танытып, ұжымдық жұмыс көрсете білгені үшін 5-ші В сынып оқушыларынан Мөлдір Бұлақ тобы марапатталады. Керемет оқушылар. Кәнекей қол соғып қояйық. Белсенділік танытып, сыныптан тыс іс-шараға қатысқан оқушыларға алғысымды білдіремін. Қош сау болыңыздар, викторинамыз аяқталды. Сау болыңыз.